Ассалаумағалейкум баршаңызға. Видеоны бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің арнаға тіркелгендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Аустралиялық қаржылық шолу веб-сайт 12 қарашада эксклюзивті хабар жариялады. ақш орталық интеллект бюросы тыңшыға қарсы комитетінің бұрынғы директоры профессор Джеймс Олсон айтуынша, Қытай интеллект агенттері Қытайда оқып жүрген шетелдік студенттерді немесе кәсіби мамандардың әлеуметтік желіге салған ақпараттарды пайдалану арқылы мақсатты түрде тыңшылық әрекетін іске асыруда. Олар біздің ғылыми зерттеулерімізді, технологияларымызды немесе инновациялық материалдарымызды ұрлап алуға тырысып, батыс елдерінде тұратын үміткерлерді іздеуде. Профессор Олсон қазір ақштың Техас университетінің халықаралық саясат бөлімінде жұмыс істейді. Australian Financial Review басылымына берген сұхбатында ол қытайлық интеллект агенттерінің дауылының алдында көптеген батыс елдеріндегі кәсіби және техникалық қызметкерлер өте аңғал екендіктерін және ақпарат алмасу және басқалармен ынтымақтастық жасау кезінде кездесуде оларға қызығушылық танытатын қауіпті адамдар бар екенін ойламаған. Мысалы, олар өздерінің түйіндемелерінде мемлекеттік органдарда немесе Қытай комунистік билік үшін қызықты болуы мүмкін кейбір жоғарғы технологиялық салаларда жұмыс істегендерін сипаттайды. Қытай интеллект агенттіктері бұл ақпараттарды LinkedIn сияқты әлеуметтік медиа сайттарынан анық көре алады. Содан кейін бұл адамдарды азғыра бастайды. Осы мамандарды Қытайдағы академиялық конференцияларға қатысуға шақыру, бейресми жұмыспен қамту және тағы басқа әдістер арқылы арам пиғылдарын іске асырады. Қытайдың интеллект агенттері мүмкіндігінше көбірек ақпарат жинап, үміткерлердің арасынан талапқа сай келетіндермен кездесу ұйымдастырады. Содан кейін олар байланысуды жалғастыра береді. Профессор Олсон Қытайдың интеллект агенттіктері бұл кандидаттармен көптеген ақпараттармен бөлісетінін айтты. Ал батыстық мамандар болашақта жұмысқа байланысты мүмкіндіктері немесе ынтымақтастық мүмкіндіктері болатындығын сезінеді. Олсон шетелде оқитын қытайлық студенттер мен Қытайға оқуға баратын шетелдік студенттердің оңай нысана екенін атап өтті. Ол американдық студенті Глен Даффи Шрайберді мысалға алып, Шрайбердің Шанхайда оқып жүрген кезінде Қытай билігінен 70 000 ақш долларын алғанын көрсетті. Шрайбердің тапсырмасы ақш үкіметіне әкімшілік қызметке орналасу және Қытай билігіне тиісті ақпарат беру. Кейінірек Шрайберді 2010 жылы тұтқындады және ақш соты оны 4 жыл бас бостандығынан айырды. Олсон ақштың маңызды тұлғалары Қытайға бармас бұрын Федералдық тергеу бюросының қауіпсіздік ескертуін тыңдайды. Ол сондай-ақ ақш әкімшілік департаменті белсенді түрде қауіптерді университеттер мен кәсіпорын салаларға хабарлауын ескертті. Достар, арнаға тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Сіздердің тіркеліп, бөлісіп, пікір қалдырғандарыңыз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар.